Сәлеметсіз ме достар? Бүгін сіздермен жер бетіндегі соңғы адамның 3-ші сезонның 13, 14, 15 серияларына шоу жасаймыз. Кэрол барлығын жинап, өткенде өзінде көрген тіршілік иесі жайлы хабарламақшы болады. Олар суретті көріп, басында ненің не екенін түсіне қоймайды. Бірақ кадрларды ауыстырып еді, қимылдаған Йода киімдегі белгісіз тірі жанды көреміз. Тенди дереу көтігіп ұшып, жайлық режим қосады. Білетін шығарсыздар, Йода танымал «Звездные войны» фильмдегі танымал кейіпкері. Кеміз сол кейіпкердің сөйлеу мәнеріне көшіп, оны керек бізге табуымыз деп өз сияқты көтінен теріс сөйлей бастайды. Барлығы көргендер не немесе кім екендігіне күмәнданып, біздің не жоқ, біз оны табуымыз керек деп әйтеуір көндіреді. Басқа жақта көтімай шашмайға келіп, кеше үйінде ішкен қандай дәрі деп сұрастыра бастайды. Әйел жауап бердің орнына «Сантаның әпшу» деген сөзді қайталай береді. Кейінірек көріп тұрған үшеуі маскировка киіп, Йоданың мекеніне келіп аңдып отырады. Тенди машинасында білмейм, маскировка кигізсе байқамай қалады деді ма, әйтеуір сонымен тіршілік иесінің үйіне жай дөңгелектеп келеді. Тенди екі әйелге «Ойымдамаңдар, қазір барып сендерге белгі берем» деп былқ-сылқ етіп еке кіріп кетеді. Есікті ашады, аналарға қарап деп жел шығарады. Басқаша ойлап қалмаңыздар, көтінен емес аузынан. Кэрол, ол тыншап жатыр. Жо, Кэрол, бұл жай ғана бізге сигнал берген о. Ана жақта Тод кетіп бара жатыр еді. Гейл, құрдас, менің бір затымды алып келіп бер шрифттен дейді. Еркек, уақытым жоқ, дәрінің атын таба алмай жүрмін дейді. Болды, көмектесем деп екеуі жолға шығады. Әлгі үшеуі тамның ішіне кіреді. Бәрі шашылған, қоқыс-моқыс. Ана жерде Йоданың маскасы жатыр. Тенди, бітті ізденісіміз біздің деп қарқылдайды. Тенди детектив режимін қосып, ақтарып жүріп, су шашып, бір сусын ішіп, соқпа, жо, сидік екен деп түк болмағандай қоя салады. Ары қарай жалғастыра. Так, оның жасы мен ойымша 8-80 арасында. Әлі өлмеген. Көзі шашы барау деп өзінің керемет дедуктивті қабілеттерін көрсетеді. Эрика, айналайын-ау қараса ойыншықтарға. Бұл кішкентай бала екенін көріп тұр ғой десе, Эрика асықпа. Ол Бенджамин Баттон сияқты болса ше, сөйтсе белгісі балақай. Біздің сүйікті жұмыс өткенде балық аулағанда да оларды аңдаған екен. Тенди үй кезінде өз жалғыз өмір сүргенде шашық, тіпті өз сияқты ойындар ойнайтын көріп, байғұс бала, маған ұқсаған-ау деп, онымен одан сайын танысқысы келеді. Гейл мен Тод дәріханаға келіп, Гейл байқаусызда Мелиссаның жалғыз дәрісін жоғалтып алып, не іздерлерін білмей алады. Тенди болса, балақайдың назарын аударту үшін болмайтын бір нәрселер істей бастайды. Болмаған соң үшеуі кеткен сымақ болып, біз кеттік деп бір жасар балаға да өтпейтін приколдарын таға бастайды. Сосын тағы да машинамен кетіп бара жатып, бала оны сонша километрге дейін аңдайды деп ойлама, білмейм, көліктен құпия агенттер сияқты секіріп түседі. Тод Гейлге көді ашып, оның лифтінен оның затын алып келейін деп ішіне кіріп, оның қандай жағдайда өмір сүрген көріп, әйелге келіп, кешір, сенің жағдайымды білмеппін деп, екеуі жылы құшақтасады. Тенди болса қайтпай, әлгі үйге оралып, балаға жалынып, шықшы деп өтінеді. Ол шықпайды. Кадр ауысып, Гейл мен Тод тағы да бір дәрілерді ақтарып отырып, Гейл бір дәріні көріп, Тод қарасай дейді. Бір дәріге зер сала, оның сыртына Сантаның әпшу деп жазылыпты. Мелиссаның саңдырақ деп жүрген сөйтсе тәрінің аты екен. Оны оқи ол посттравматикалық жарақаттар алған адамдарға керек екендігін түсінеді. Ертесі үмітін үзген Тендиге әйелде келіп, үшеуі көлікке мініп бара жатқандарында машинаның артынан бір силуэт көреміз. Тенди артына қарап қалып еді, көзін шыртып айғайлап жібереді. Келесі кадрда Йодаға қарап отқан жер бетіндегі соңғы адамдарды көреміз. Балақай ары-бері үн бермей жүр. Тенди тағы да көтке қыстырылып, бұл менің туған балам болмаса да, арамызда байланыс бар екен сеземін деп, оның әкесі болғысы келеді. Кейінде бәрі отырып, Тенди маскасын шешкісі келіп еді, балақай оны қаламаған көріп, біреу маскасын шешіңдер, көттеріңді айырам деп шығады. Эрика пицца алып келіп беріп еді, бала маскасын шешіп, ішінен қазақтың топ-томпақ қара торы баласын көреміз. Что за чудесная физиономия? Әкесі Мақ баланы сөзге тартпақшы болып еді, баладан дыбыс та шықпайды. Кэрол, атым осылардың бірі болса, белгі бер деп, адамның миына кірмейтін аттарды атай бастайды. Тенди сөмкесіне қарап, миының жеткенше Джаспер деген ат қояды да, балаға кеттік, қолмашақ ойнайық деп күлген түрмен көзімізден жоғалып кетеді. Тынышталды. Сәлден соң машинамен ойнап жүрген балақайға жүнбет келіп, «Мә!» деп еді, бала бет бермей тұра береді. Повелся! Не успел. Көтінен қалмай, оған өзінің сүйікті ермегі сосын құйылған бассейн алып келіп, міне саған шоколад құйылған бассейн деп ішіне түсіп, құсқымызды келтіріп жатқанда
Балағай оған мән бермей жөнмен кетіп қалады. Арғы жақтан жыл сөйлеп тұрған Тед пен Гейлді көріп қалған Кэрол тісін қайрап, лапылдаған көз тастайды. Тыныш тұрған қара торға жер бетіндегі көтінші адам келіп, өзінің жолдас баласын көрсетіп, менің ең жақсы араласатын достардың бірі деп айтып, міне енді саған берем деп еді, балақай алады да безірейген түрмен топты лақтыра салады. Жерге түскенде оның дәл сол сәтте супер кездейсоқтықпен Эрика машинасымен мышып кетеді. Сәлден соң Кэрол өзінің типа анасына келіп, мама, сенің жаңа бір семіз еркекпен сөйлескенді көрдім деп тиісе бастайды. Қызым, менің миымды ашытпай, ана балаға папа болмай жүрген күйеуге қарап алшы деп сыртта мыжылған допқа қайғырып жатқан Тендиді көрсетеді. Күйеуіне келіп, не болған сұрайды. Әлі мүшкіл, ауа құйдыру керек деп өзінше операция істеп жатыр. Әйелі оған сені тыңдамаса, оған қатыгездік көрсетіп Тендидің түрі бірден өзгереді. Балақайға келіп, тәрбиешілі сандырақтап еді, бала асықпай, аузына темекі алайын деп еді, Тенди, не? Әкел деп алып қояды. Тенди қанша айқайласа да, бала тұрып кетіп бара жатыр еді. Темекі деп еді, бала тоқтап қалады. Тенди оған темекі беріп тұрса, қолға үйретуге болатындығын түсінеді. Кэрол ырбыңдап, тағы да тотқа келіп, менің анамнан аулақ жүр, арама пиғыларını білем деп ескертеді. Кешкі асқа келеді. Мұнда мандраж ұстап жүрген Мелисса да отыр. Тенди келіп, Джаспер өлді деп бәрінің төбе шашын тік тұрғызады. Жоға, ескі Джаспер өліп, жаңа столда қарсы алыңыздар дейді. Алдымызға өте тәрбиелі, сыпайы бала шығады. Өзі иіліп те қояды. Оның керемет манераларын көріп, Тенди, жарайсың, керемет әкеге айналыпсың деген сол еді. Эрика еркектің балаға білдірмей темекі беріп жатқанын көріп қалып, барлығы улап-шулап, қақпас, не беріп жүрсің балаға деп азаға беріледі. Сосын барлығы жиналып, балақайға өзінің жаңа ата-ана таңдауына мүмкіндік береді. Тенди, сендер таңдамаса жылау жоқ айтып қояйын деп, өзі жай қара деп темекімен өзіне тартып алмақшы болады. Таңдау сәт келгенде, бала еш қобалжусыз Эрика қасына отырып алады. Тенди бұл таңдауға қапаланып, байғұс жылайын деп қалып кетерде, деп Эрикаға темекісін лақтырып, балаға мен саған сеніп едім деп ары жөнеледі. Ертесі Гейл өзінің қызы Кэролға мен кіммен болам, кіммен болмайым, басыңды қатырмасын. Ұқтың ба? Бар жөнел, көзмен деп ұрсып береді. Сыртқа шығып, шоколадта көңіл күйсіз жатқан күйеуін көреді. Күйеуі жұбатып, бар, Эрикадан кешірім сұрайды. Айтқанын орындап, баланы көруге келсе, әлгі допты құшақтап жатыр екен. Еркек алайын деп еді, болмады. Кетіп қалып еді. Қайта оралып, тобын өзімен алып кетіп қалады. Ертесі магнитофонға құлағымен жабысып тұрған Тенди көреміз. Эрика, не тыңдап тұрсың десе, ана бала біз жақта сөйлей ме, сөйлемей ме тексеріп көрім келеді дейді. Кенеттен шынымен де бір дауыс шығып, жақсылап тыңдаса, ол ұятсыз видео көріп жатыр екен. Барып Тенди, балағай, саған ерте деп қолындағы планшетін алып, керісінше өзі ары қарай көруге кетіп қалады. Түнде қасынан қалмайтын папасы балаға ми жеткенше бір нәрселер айтып отыр еді. Артта әлі айға қоймаған Мелиссаны көріп, қаны қарайып, топ, ана қызыңды аулақ алып кетесің бе? Бала оны зомби деп қорқып жатыр дейді. Бұл сөзден топтың бір жері ашып кетеді. Таңертең әйелдер өзара сөйлесіп, Кэрол Эриканың іш шыққанын көріп, оны көре алмай, менен неге іш шықпай жатыр деп алаңдайды. Басқа мәселеге ауысып, балақайды қалай сөйлетсек, көңіл күйін көтерсек болады екен деп, барлығы оған супер-мупер кеш жасайық деп келіседі. Тот Мелиссаны да қосайық деп еді, оның мына әрекетін көріп, Тенди досты, оны қоспай қойық, яма десе, арамызда ес тұрс еместі тығып таста дейсің ғой, досты, дәл солай деп бет бермей кетіп қалады. Кейін балақай ойнап отқанда Мелиссаны көріп біртүл болып қалған көрген Жөнбет тағы да Ақбетке, досты, не еттім, аулақ ұстасай қызың деп тағы да Көтмайдың жынына тиеді. Кейінірек үш әйел ойыншық магазиніне келіп Джасперге арналған кешке әзірлене бастайды. Кэрол болса Эриканы әлі көре алмай жүр. Түске жақын Джаспер сыртта отқанда Тендиде әдейі Мелиссаны пикникке алып шығып, баланың көңілін аудару үшін, мән еттен тәттілер, кім жесе де өкінбес екен деп қатты дауыстап сөйлейді. Өтіп бара жатқан Тендидің тіптен төбе шашы тік тұрып, не еттім, әйеліңді жақындатпа дедім ғой деп, екеуі бір-біріне құтырған еттей көз тастайды. Кешке барлығы балаға арнап кеш ұйымдастырып, Кэрол мен Тенди күліп тұрып, миға қонымсыз бір көріністер ұйымдастырады. Мелисса мен қалған танцор диско шыдай алмай ішіп алып, барлығына келіп, бала, бұл сені алдап жатыр, мұндағының барлығы өтірік деп жар салады. Жөнбеттің көзі қызарып, не шығасың ба, кеттік сыртқа деп, сыртта мырттиғаның сырттиғанға күш жетпей енді оны ұйықтатайын деп жатыр еді. Арғы жақта полицейлік бір машинаның дауысы шығады. Барып қалса, ішінде екі күліп отырған адамды көреді. Джаспер мен Мелисса. Тот пен Тенди, досты,
кеш бір құшақтап алайын деп екеуі қайтадан дос болады. Барлығы аспанға қарап, жұлдыз аққанын көріп, іштей армандарын тілейді. Сөйтсе, бұл жұлдыз емес, космостан дәл Джасперге сыйалған дүкенге құлаған түсініксіз бір объект екен. Достар, келесі бөлім көргілеріңіз келсе, көптеп лайк бас, коммент жазуды ұмытпаңыздар.